Сәлем достар. Түрме қылмыс деген адамдарды қамауға арналған орын. Сот жазасын өтеу үшін қылмыскерді бас бостандығынан айырып, бұрынғы қауіпті қылықтарын одан әрі жалғастырмау мақсатында оны басқа адамдардан, қоғамнан оқшаулатқан. Қазірде кейбір түрмелер кездеседі. Оған түсу өліммен тең. Ол жерден қашудың немесе шығып кетудің мүлдем жолы жоқ. Міне сондай түрмелердің бірі Алькатрас. Ол ақш-та 1861 жылдан 1963 жылға дейін толықтай жұмыс істеп тұрды. Бұл орын аса қауіпті қылмыскерлер үшін. Сондықтан бұл жер өте жақсы күзетілген. Ол Сан-Франциско қаласының маңында 2 шақырым жерде орналасқан кішкентай аралдың үстінде болатын. Әлемдегі қашып шығу мүмкін емес түрмелердің бірі саналған. Егер де қылмыскер ол жерден қашуға талпынатын болса, қылмыскерді сол жерде буындырып өлтірген. Дегенмен атышулы түрмеден өзінің командасын жинап, өз жоспарын амалға асырған адам бар. Ол Фрэнклин Моррис 1960 жылдың 3 қаңтарында Атланта түрмесінен Алькатрас түрмесіне аса қауіпті қылмыскер Фрэнклин Моррис өткізілген болатын. Ол Вашингтонның тумасы болып, сол кездегі криминал әлемінің патшасы саналды. Жасалған қылмыстар соншалықты көп болғаны, оны әдейі Алькатрас түрмесіне әкелген жай емес. 11 жасында жетім қалып, криминал өмірін 14 жасынан бастаған. Бірнеше банктерді өзі тонаған бұл қылмыскер түрме есігін алғаш 1947 жылы көрген. Фрэнкли 1949 жылы алғаш түрмеден қашуға талпынған. Бұл түрмеден екінші түрмеге түсу ол үшін қалыпты жағдай болатын. Сол арада ол Флорида түрмесіне 5 рет, Вашингтон түрмесіне 3 рет, Сан-Антонио түрмесінен 3 рет қашып, Алькатрас түрмесіне түсем дегенше жалпы 11 рет түрмеден қашқан. Ол Алькатрас түрмесіне түскенде ол жерден қашып шығу мүмкін еместігін түсінген. Фрэнкли ол жерден қайтсем де еркіндікке қашып шығам деп өз-өзіне сөз берді. Солай 1962 жылы Фрэнкли, Джок Клэренс және Энгли Клэренс атты ағайындылармен бірге түрмеден қашып шығуға жоспар құрады. Олар шатырдағы 2 желдету жүйесі басқа блокпосттағыдай бетонмен толтырылмағанын білді. Сонымен қатар олар өздерінің камераларының қабырғасының астында ені 1 метр жуық ескі қызмет көрсету туннелі тұрғандығын білді. Олар өздерінің асханадан алынған қасықтарымен қазып жатқандарын білдіртпеу үшін күнде кешкісін ән салу уақытында люктарды кеңейтіп отырды. Ешкім байқамау үшін қылмыскерлер тесікке картон парақтармен бетін жауып қоятын. Солай 1 жылға жуық уақыт люктарды қазған қылмыскерлер қашуға мұқият дайындалып, жұмысшылардың ауысуының өзгеру кестесі мен басқа да мәліметтерді зерттеді. Қашу барысында олардың орындарында жоқ екендігін білдіртпеу үшін өтірік маскаларды жасай бастады. Олардың бет әлпеттері кәдімгі сабыннан, ал шаштары шаштараздан алып оларды жабыстырып қойған. 1962 жылы 11 маусымда қашуға шешім қабылдап, қуыршақтардың үстіне көрпе жауып, өздерінің 1 жыл бойы қазған туннелдері арқылы сыртқа шығып кеткен. Жағаға шығам дегенше жүзген оларды ешкім байқамапты. Таң атып күн шығарда олардың орындарында өтірік қуыршақтар жатқанын білген қызметкерлердің өзі таң қалыпты. Қанша іздегенімен оларды таба алмаған қызметкерлер 1967 жылы іздеуді тоқтатты. Ал қазіргі уақытта кезінде өте қатаң режимде болған Алькатрас түрмесі жай ғана бір Сан-Франциско қаласының маңындағы туристер баратын музейге айналды. Фрэнкли өзінің ағайынды достарымен Джок Клэренс және Энгли Клэренстермен әлемдегі ең қатал түрмелердің бірінен қашып тарихта қалды. Достар, сіздерге шын өмірде болған оқиға ұнаған болса, міндетті түрде арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Алтын ТВ YouTube арнасы.